Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, қымбатты менің подписчиктерім. Мен бүгін баклажаннан қытырлақ салат дайындауға болады. Сондай жасап көрейін деп жатырмын. Алдымен сыртын аршып тастаймыз. Мен енді салат емес, салатқа жақын нәрсе істейін деп жатырмын. Міне қымбатты көрермендер, мынандай әдемі болып шықты. Енді бұны жарты сағатқа кәдімгі таза суға салып қоямыз, шылап. Міне қымбатты көрермендер, міне жарты сағат тұрды. Бұны сорғытып, мына салфетка дейміз ғой, құрғататын қағаз. Сонымен құрғатып алу керек. Крахмалға шылайды екенбіз алдымен. Енді 3 тал жұмыртқа. Дәмдеуішке азғантай ғана қара бұрыш. Енді өздеріңіз білесіздер, не қоссаңыздар да. Паприка қосуға болады. Аздап тұз, татығанынша. Енді крахмал 90 грамм. Енді описаниеда жазылады. Дайындап қойған жұмыртқаға мынаны батырып маламыз. Міне енді мынау сухарийдің ұнтағы, соған аунатамыз. Бисмилля деп міне.
Міне енді баклажан қытырлағым дайын болды. Мына бас жағын кесіп тастаймын. Әдемі. Енді бұны салат қылып жесеңіздер де болады. Бисмилля деп көрейік. Дәмді, қандай тамаша. Қытырлақ жегілеріңіз келсе, баклажан қытырлақ. Осылай немесе олай ұзыннан емес, өздеріңіз білесіздер, төрт-бұрыш тығып турасаңыздар да болады. Менің баклажан қытырлағым дайын болды. Жасаңыздар да, немесе осылай қытырлақ қып жесеңіздер де өз қалауларыңыз біледі. Маған осылай ұнады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.